Ауыл аманаты жобасы ауыл тұрғындарының тұрмысын жақсартуға бағытталған тиімді бастамалардың бірі. Бүгінде осы бағдарламаның игілігін көріп, өз кәсібін дамытып отырған азаматтар аз емес. Солардың бірі Кеңес ауылдық округінің тұрғыны Бауыржан Телғараев. Кәсіпкер 3 жыл бұрын мемлекеттік ауыл аманаты жобасы аясында жеңілдетілген несие алып, сүт өнімдерін өңдеуге арналған қажетті аппараттарды сатып алған. Осылайша ол үй жағдайында шағын сүт қабылдау және өңдеу ісін жолға қойып, кәсіпке бет бұрған. Жалпы осы кәсіппен айналысқаныма 3 жылдан көлемі болды. Яғни былтыр 2,5% алып, осы 1 жыл болды. Ұлғайтып жатқанымызға сүт өнімдерін өңдеп, құрт, май, қаймақ жасап, ауданға сұраныс қайда болады? Мысалы, қалаға болса, қалаға өткіземіз. Өзіміздің 2,5% алып, сиыр алып, өзіміздің сүт бар, сезон кезінде ауылдан тағы да қосымша сүттер жинаймыз. Сол сүттерді өңдеп, сезонда 800 литрге дейін сүт аламыз. Жұмысшылар жалдаймыз. Қазіргі таңда 2 жұмысшы, 2 сүт көбейгенде 3-4 жұмысшыға дейін жалдай береміз. Қазір құрт жасап жатыр. Қазіргі таңда май, қаймақ, сұраныс болса қаймақ өткіземіз. Көбінесе сол май мен құрт көбінесе. Қазіргі таңда Бауыржан өз үйіндегі малдан бөлек ауыл тұрғындарынан тәулігіне 800 литрге дейін сүт жинап отырады. Жиналған өнім арнайы сепаратор арқылы өңделіп, қаймақ, сармай және құрт түрінде дайындалады. Табиғи өнімдер аудан дүкендеріне жеткізіліп, жеке тапсырыстар арқылы да саудалануда. Кәсіпкердің айтуынша, тапсырыс көлемі артқан кезеңдерде 2-3 ауыл тұрғынын маусымдық жұмысқа тартып, қосымша табыс табуына мүмкіндік береді. Оның өнімдерінің бас артықшылығы ешбір қоспасыз таза табиғи сүттен дайындалуы. Бауыржан Телғараевтың айтуынша, ауыл аманаты жобасы ауылдағы кәсіптің дамуына серпін беріп, жергілікті тұрғындардың еңбек етуіне жаңа мүмкіндіктер ашып отыр. Кеңес ауылында 2300 халық тұрады. Кеңес ауылдық округі 2 елді мекеннен құралған. Кеңес ауылы және Жауғаш Батыр бөлімшесі. Тұрғындардың басым көпшілігі мал және егін шаруашылығымен айналысады. Бүгінгі біздің келіп отырған кәсіпкеріміз, яғни Телғараев Бауыржан Жандарбекұлы. Телғараев Бауыржан Жандарбекұлы ауыл аманаты жобасы бойынша 2,5% несие алып, өз кәсібін дөңгелетіп отырған кәсіпкер. Телғараев Бауыржан Жандарбекұлы ауыл тұрғындарынан сүт жинап, және қосымша өзінің сиырларының сүтімен кәсібін дөңгелетіп, май және құрт өнімдерін жасап отыр. Бауыржан Жандарбекұлы осы алынған өнімдерді ауданға өткізіп, бүгінгі таңда жеке кәсіпкер атанып, ол шығарылған өнімдерді нарыққа шығарып отыр. Арнайы меркі медиа үшін Майра Өсербай, Еркін Жасыбаев, Бақыт Рахымбай.